Әдеттегідей жаткаст, жатарда айтылатын әңгімелер. Бүгін бізде қонақта өтіп бара жатып, по пути кіріп келген Дари! Қай жаққа қараушы еді? Бар камера саған ғой. Бір-бірде қара. Қош келдің, Дари. Қалай көңіл күйің қалай, бәрі жақсы ма? Күшті, рахмет шақырғандарына. Сені шақырмайды деп ойлап қалдың, Баня. Күшті. Жатарда осындай настроениемен жатасыңдар ма сонда? Иә. Қалай көңіл күй бәрі жақсы? Күшті, рахмет. Бұл енді жаткаст дейтін, жатарда айтылатын әңгімелер дегеннен кейін біздер енді осылай киіп келдік. Маған айтпайсыңдар, мен сықиып киіп келгенім бар. Сіздің үй салқын сияқты просто. Жалпы. Может, сықиып ұйықтап жүрсің деген. Затарда негізі пижамамен жатасың, киіп жатасың, осындай да? Иә. Бірақ үйінде лифті бар кісілер өйстіп ұйықтайды шығар. Иә, чисто аяқ киіммен жүріп, осылай турецкий сериалдардан көретін едік қой біз, аяқ киім Не бұл? Парашют па, не бұл? Нема бұл? Бұл Прада юбка. Бүткіл біздің төртеуміздің киімімізден қымбат. Бір юбка. Полный, короче, бренд киіп келдің, да? Жоқ, полный емес. Бұл өзі бренд юбка ғана болды. Тек осы. Мен өзім бренд қой. Менің атым болашақ бренд деп шығарған ғой. Неге сен розовый футболкамен отсың? Потому что... Осылай ұйықтайым? Иә, мен осылай ұйықтайым. Розовый. Мен үйге киетін киімдер, ұйықтайтын үйге киетін киімдерді вообще сыртқа алып шықпайсың ғой. Өйткені ол үй болып әбіржеп қалған ғой. Тізелері саламатсыз болып деген сияқты. Негізі мен үйде бұлай ұйықтамаймын. Өмірімде бірінші рет пижама киіп тұрмын. Мен де. Мен ешқашан бұлай әдемі киіпте ұйықтамағам. Я мысалы, мынандай пижамамен, мынандай немен. Мен не деп оянасың? Ұят қой, дем ақша жоқ. Мен ояну үшін 3 этаж дей керек сияқты. Мен Жоқ, уверен әлі ояну күнге керек. трусымен ұйықтай береді. 3 этажды үй алып тағаннан кейін тек трусымен қалған шығар. Көшеге де трусымен. Тұрсыз жылтылғанша ма? Түрде жылтылғанша сатып алдым осы үйді. Наконец-то. Жоқ, мынау өте әдемі пижама. Астына джинсы кисең, сахнаға шығып кетуге болады ғой. Күшті. Басында Қабдол қызыққан екен. Мен негізі маған деп алғам ғой, негізі өзіме. Сол үшін өзі Мен просто санаториядан сұрап алдым. Дед Мороздың шалбарын киіп алған. Соғы бәрін беріп қойып. Собой тормозогы бар адам. Үстіне кофта жетпей қалды. Күшті. Өзің біреуді күлдірген неғымы жұмыс өзің күліп отсаң болды. Бұл жаткаста біз күні бойы тұрмыс тіршілігіміз бітеді, уайым қайғы бітеді. И соңына қарай үйге келіп, бүйтіп әңгіме айтып отырасың ғой, бүйтіп сондай форматта деп өсек қой, короче. Не істейміз сонда жамандамасақ, не қызық? Мақтаймыз бәрі, мақтаймыз. Давай. Көбінесе не туралы, қандай тақырыпта әңгіме айтасыңдар жатарда, кім екеуің? Жолдасың екеуің да? Дархан екеуің, иә. В основном. Әңгіме айтасыңдар ма өзі? Мен жатарда PUBG ойнаймын, Mobile Legends ойнаймын. Дарханмен әңгіме айтуға уақыт жоқ жатарда. Дархан не істейді? Дархан бильярд қарайды сол. Не қарайды, тренировкаларын қарайды, сондай. Иә. PUBG баяда ойнайсың ба, көптен бері? Иә, 5 жыл болды ойнаймын. 5 жыл болды, ұлымнан үлкен PUBG. Иә, бұрында еще Дэнни тумай тұрып PUBG ойнайтынмын ғой. Сосын Дэнни туылды да, мен бүйтіп аяғыма жатқызам да жастыққа. Бүйтіп ұйықтатып отам да PUBG ойнап отырам ғой. Сен туылдың, бірақ мен қызығушылықтарым әлі өзім. Иә. Дэнни деген балаң ба? Балам. Бір қолмен PUBG-дағы бір не деп отырмын ғой? Ник па? Бір қолмен десік тербетеді, бір қолмен адамдар. Иә. Андай сенде момент болған жоқ па, бүйтіп отқан кезде бүйтіп кішкене ары қарай жылжайық, зонамыз кішірейіп. Мына PUBG ойнайсың, ән шығарасың, блогерство, TikTok ойнаймын. Mobile Legends. Dota ойнайсың, 2 балаң бар, тренировка жасап үлгересің, еще тамақ істеп үлгересің, еще концерттерге барып үлгересің. Еще анау-мынау жерлерге по пути кіріп шығатындар. По пути кіріп келді Дари, еще вирусный хиттар, еще одан бөлек сен студияға барасың. TikTok сен қашан боссың? Қашан ұйықтайсың? Қалай үлгересің осының барлығын?
ой күшті болып қалдың ба? негізі иә бос уақытым жоқ. Үйде болсам да үйдің семьясының жұмысы ғой енді. Үйді қарау деген тоже. Біз үйге барғанда просто жата береміз деген сияқты. Иә. Сен үйге барып тағы да обязанностьтарың бар. Үйде болғанда енді күйеуімді ухаживать ету керек қой. Қыздардың обязанности бар ғой. Қанша жерден феминизм болсақ та, ең бастысы отбасына күйеуінің ризашылығын алу керек қой. Негізінде түрме арасында қанша жерден феминизм болсақ та, күйеуінің ризашылығын алады екен. Күйеуінің ризашылығын алмайды деп ойлап қалдым ба? 3 этажды ма үй сонда? Иә. Брат, мен 5 этаж дейді тұрам. Көп адам тұрамыз, танымайтын. Бізде лифт жоқ. Біздің лифтті походу бұлар алып кеткен. 2 адам тұрады үйде, лифтпен жүреді. Қай этажында тұрасыңдар? 3-те тұрамыз. Топ 3 этаж. Бұрында мен ойлайтын, егер үлкен үйде тұратын адамдар, Бұрында ойламау керек еді. үлкен үйде тұратын адамдар бір-бірімен сөйлеспейді. Біреу 2-ші этажда жүреді, біреу 3-ші этажда жүреді деген сияқты. Сондай ма? Рас, иә. Солай, иә. Қалай жолығасыңдар? Лифтта кетпеді. Сізге қайда? 3-ке, маған 2-ке деп. Қазір сізді 3-ші этажда отыр деп ойлады. Дархан деп айғайламайсың, звондайсың, тамақ ішейік деп. Йо, бір жарты сағаттан кейін адасып лифт тұрып қалып жаяу келатым деп. Жолдамын деп. Тамақтанып. Мына үйде скоро ойнатасыздар ма? Жоқ. Осы үйде өздеріңізге до конца деп шештіңіздер. Шештік, білмеймін, болашақта көреміз. Дархан шеше ма? Бұл үйді көруге барғанда просто көре салғанбыз, негізі ақшамыз да жетпей тұрған. Сөйтіп барып. Просто барып көре салайықшы деп көрдік, Дархан екеуміз аузымыз ашылып, Бонни и Клайдтардың ойбай, қалай айтты? Иә, Бонни и Клайд. Жоқ, олар емес. Клайд и Бонни. Олар емес. Кім? Мистер и миссис Смит. Иә, мистер и миссис Смиттің киносындағы атмосфера болды ғой. Еще кухняға кіресің, и кухня, отдельный бір кухня бар, өзіміз жүретін. И для персонала тағы бір ар жағында тағы кухня бар. Ресторан ба? Соған көріп, иә, типа сондай ғой. Аузымыз ашылып, вау деп үйге қайтқанбыз. Сол жерде Дархан айтты, Дарья, осы үйде тұрғың келе ма деді. Иә, дедім. Сөйтіп сол үйде болды онда, аламыз деді. Базар жоқ қандай. Күшті. Дарханға респект. Дархан, менен де сұрашы, бір үйлерде осы үйде тұрғың келе ма деп. Біздің келіншектер мынандай ғой, примерно мынандай үйің болса, иә, осы үйде тұрғың келе ма дейді. Иә дейді. Мен де. Бізде ше, мен де тұрғым келеді. Дари, сен күні бойы тұрмыс тіршілігің бар енді, осы бір күндік тәртібің. Таңертең тұра, ерте тұрасың, или кішкентайлар оята ма? Не істейсің мені? Бір күндік. Неше тұрасың вообще таңертең? Таңертең әртүрлі, иногда допоздна студияда болып қалсам, обедте тұрам. Ал студияға бармасам, таңғы... Кеште тұрам. Жоқ, 10-дарда тұрам ғой, 9-дарда, 10-дарда тұрам. Так, тұрдың. Ұйықтайтын уақытың Ұйықтаймын. PUBG қалай бітеді солай ұйықтаймын. 100 адамның бәрін қырып, мирамардың ортасында. MVP алып, топ-1 алғаннан кейін бірақ ұйықтайсың. Сонша адам өлтіріп, қалай ұйықтайсың? Еще ойнап бітесің ғой, ұйықтайын деп атасың ғой, ана таулар елестеп атады ғой, бейт бастар тұрған сияқты. Ату керек сияқты, соларды қарап отырасың көзін чамап. Иә, базар жоқ. Мен андай. Мен 4-5 сағат ойнаймын ғой, сол кезде жайлап, бүйтіп шығасың ғой үйден. Ойнап жатырмын, сөйтіп мысық резко жүгіріп өтеді ғой, флешка деп ойлаймын. Яғни тез өтеді де бүйтіп мынандай қылып қаламын, неғып деп, қолында смогы тұр. Жайлап бізге лақтырып. Шықпа қағат. Сен кәдімгі мысықпен тұрасың, иә? Иә, кәдімгі Дэнниім ғой мен. Сіздің үйде не бар ма? Үй жануарлары? Жоқ. Үйдің сыртында ит жоқ? Жоқ, ондай жоқ. Неге? Ондай жануарға қатты жоқсыздар. Мен неге жақсы көрем жануарларды, мысықтарды жақсы көрем. Мен мамалармен тұрғанда всегда үйде мысық болатын менде. Соны тудырып, бет жағдайын жасап жүретін. Коробкаға салып қойасың, үстін тряпкамен жауып қойасың, қарап отырасың, анаға қиналып атады. Жанын ашып оған қарап, қайттан жауып, қазір күте тұрды. Соны тудырып жүретін. Содан Дархан қатты жақсы көрмейді, просто оны ухаживать етесің, ертең глисты, анау-мынау құрттайды, бүйтеді, сөйтеді. Оған тағы бір персонал алуға қоймайсыңдар ма? Сол ғой, сонда. 3 этажды үйге жақсы ғой, ана мышық.
дәрет сындырып жіберсе де жаман сияқты әр жеріне 3 этажын. Иә, сол жағын ойлаймын да жарайды қоя салайын деп. Ол да кішкене осознавать ететін шығар ма? Қандай үйде тұрып жатқанын кішкене ұялып не қылатын шығар. Дәрет сындыратын шығар. Сыртқа шығып кетеді. Котты теріп былай. Ондай мысықтар жоқ қой. Кезіндегі мысықтар қалай еді деген сияқты қалай айтты ғой. Кезіндегі мысықтар қалай, қазір ондай мысықтар жоқ қой. Баяғыда простоквашиналар дейсің. Шығады сондай бір роботтар Мультиктағы мысықтар қандай еді кезіндегі. Жоқ, негізі тышқан үшін ұстайды ғой негізі үйде да, в основном да. Енді сіздің үйде де тышқандар да қорқатын шығар енді, 3 этажда да тұру. Андай тышқандар сияқты ғой, немен жүретін бар, андай бабочкамен. Рататуйда. Микки Маустағы тышқандар ма? Стюарт Литл. Жоқ, үйде тышқан жоқ. Неше қандала бар ма үйіңізде? Ондай тышқандар бар ғой, тышқандар үйде. Көп қой, орысша. Ол деген ең опасный ғой, майда, иә. Кене сияқты да басқаша. Ол, короче, мынандай дивандардың арасында... Клапы. Клапы, иә? Клоп деп кәдімгі. Біреу бірштігін айтты ғой сен. Ойлап қалдым, мынандай сөз қайда жатты ол. Клапы десем де бірден түсінбейтін ғой. Осындай тігістердің арасына бір туғанда 300 туады екен ол. Спартанец ба? Иә. Сол шағат деген. Ол, короче, сол үйді или сол киім заттарды өртейсің. Жаман қорқынышты. Или қазір бар сондай чистка жасайтын адамдар келіп. Сөйтіп бір-екі күн үйде болмайсың дейтін Бұл жаман деген. Дихлофоспен сөйлесіп. Біреу қалып қойса да опасно ғой да, туып қайттан 300 болып кетті. Ужас кинодағыдай болған. Ауылдағы үйді сондай Шымкенттен дезинфекция алдырып, полный тазалаттық та. Солай клапы ма? Клоп па? Клапы. Клапы. Солар деп айта бер. Қазақшасы біз жақта қандала. Қандала деп берейік та. Көбісі білмейді ана батыс жақ басқа жақтар. Сол қандаланы жаман. Оны бәрін шаға бермейді. Біреуді шақса кәдім денесін қызарт жереді. Жаман қорқынышты ғой. Сөйтіп бәрін кетіріп үф деді қой. Еще сен клапы бар үйге барсаң, саған жұғатты, сен өз үйіне алып келесің. Соғысы қарағы полный бітіріп, ана үй әдем болды деп, бәр үйдің бәрін кіргізіп жақсы болып үйіме қайтам Шымкентке ше. Үйіме қайтып кинодағыдай жатам ғой. Бүйтіп қарасам, киноның соңында өтетін сияқты клапы өтіп баратыр ғой. Біреу ше. Біреу келген. Болды ма сол? Соны фильм соңы болды ғой. Сен, например, үйленсен, әйелін айтса, мысық асырамаймыз десе, не істейсің? Не мен туайын, не мысық тусын десе, не дейсің? Ну, онда, ладно, мысықпен қоштасамыз ғой. Молодец сен, green flag. Сондай оқалдық. Дархан. Red flag па? Бәрін салып, қызықтыратын сияқты. Бәрін қызықтырады, иә. Біресе red flag болады, біресе green flag болады. Білмеймін, маған... Түбегейлі бір жаққа ешкім ондай емес сияқты. Жоқ, біз бұрында болған жоқ қой деймін ғой, біздің кезімізде де осы жақында. Сол ғой, феминизм, red flag, green flag, қазір healthy flag деген шықты ғой. Не ол? Ол healthy, здоровый флаг, типа, ну, здоровые отношения деген сияқты. Сол green flag сол негіз. Ол басқаша екен. Болды, онда бір... Green flag типа подкаблучник. Да, типа, да, red flag, типа, наоборот, ұрат, короче, да? Иә, healthy ортасы ғой, ортасы. Сосын, арман деген сөзді гельштадт деп остырып тағамыз ғой. Негізі арман ғой, обычно. Ана арманды орындадым, баяғыдан армандай еді. Ол нәрсе. Мен кеше оны андай қылдым, зерттедім. Немец ойлап тапқан сияқты, я, Айншвайн, гельштадт. Ол нәрсе ғой, гельштадт деген ол, мысалы үшін сен кішкентай кезінде белсебет айдай алмайсың, иә? И сен белсебетті қазір айдасаң, сен гельштадтын жаппайсың. Сен өткенде кішкентай кезінде айдаған келген оны. Сен кішкентай кезінде айдап тастау керексің. Иә, сол кезде айдап тастау керексің. Сол кезде кішкентай кезінде гештальтың жабылатын еді. Ол гештальт китс деген ғой. Ол настройкада тұрады, гештальт китс. Короче, мен түсінген бойынша, қазір армандап тұрсың ба, қазір тиіп тастау керексің, сол кезде жабасың да, короче. Ол күш деген ондай, иә? Гештальт сызықша
кеш орындалған гештальт. Мынаны салып жіберіп, бір жерге сатып жіберейік. Менің гештальттарым не мындай қарап тұрып просрочка болып кеткен. Олар жаба алмайсың ше. Звондайды гештальттан. Гештальт орталығынан хабарласып тұр едік сіз. Сот орындаушыға өтіп кеткен менің ше гештальтым. Гештальтты жабу керек болып тұр срочно депті. Өте берген ой короче. Дари сенде бар ма? Жабылмаған кезде бәрін жауып тастаған шығарсың. Гештальтта кредиттер. Любой адамда болады ғой өзінің армандары, мақсаттары. Қандай ол лифттан кейін деп по-любому. Түбі лифт па өмірдің? Гештальт. Жоқ, мен өмірде ондай материальный жақтарды ешқашан армандамағам. Өзі солай получилось. Өйткені олар бәрі бар. Жоқ, кішкентай кезімнен бастап ондай өмірді мүлдем армандамағам. Бай болуды ма? Бай боламын деп арман болмаған. Осылай өмір сүргім келеді деген ой болмайды. Маған жай квартирада тұра берсек та нормально болушы. Ауыстырасың ба? Давай. Басқа творчествода қандай жаңалықтар болайын деп жатыр? Альбом, гастроль, тур. Жақында Бішкекке барып келді, выступать сол туралы. Одан алдын дебюті болды Алматы аренада. Алматы аренада соны айтып берейікші. Бұрын концерттің үстінде киім бүйтіп екі жаққа. Солының өзі қазір айтсыншы ансаған бұрын негізі білмеймін не айтқың келіп. Нет, бұрын баяғыда блогер болып жүрген кезде, тұрмысқа шықпай тұрып жүрген кезде, каверлер түсіретін ғой кәдімгі. Тұрмысқа шығып, күйбең тіршіліктің зардабы ма деп, солай сөйлейтін болсаң ше. Сөйтіп кішкене пауза болды да, сосын қайтадан қой, болды үй алдық, бәрі бар, енді ән айтайық деп. Қандай шешімге қайтып келдің? Тура сондай шешім, дәл солай, иә. Бәріміз ойлап жүрген шешім. Иә, декрет, 2 бала. Сөйтіп, давай осы. Дарханға айтма, давай мен енді ақша шығарайын. Енді Дархан үйден көреді ғой, мен всегда гитарада ойнап отырам. Дархан бір жаққа шығып батқан кезде гитарамен тұрасың ба? Жоқ, үйде өзім студиям бар, сол жаққа кіріп, всегда сол жақта отырам да. Содан кейін Дархан өзі көріп, енді сезеді ғой, бәрібір осы әйелім көрейінші өзін, қолдайыншы деген шығар. Давай басшы деді ғой. Бірақ бірінші өлеңнен бастап бірден кіріп келді. Иә. Шынымен кіріп келді. 5 ай болды, прям бұлай цель қойып жұмыс істеп атқаныма 5 айда жақсы жетістіктер деп ойлаймын. Уже қазір выступлениелерге нелерге уже Ташкентке барып келдіңіздер, иә? Бішкекке. Қазір байқадыңдар ма? Инстаграмда, ТикТокта кішкентай қыздар, балдар, садиктегілер прям полностью жаттап алған ғой өлеңді, иә? Еще анаған дейін киімді бүйтіп айыр жүретіндер ғой. Соң кішкентай қыздар істеп жүрді андай. Бішкекте шықтым ғой, басқа киім болды ғой. Уже сол киімді алып шығып жатыр ғой. Басқа қыздар. Кәдімгі уже тігіп алған ғой. Болды, сен уже не болып тұрсың ғой, уже Риана сияқты уже. Әлемдік не дейді. Иә, баяғыда. Неге соны стиль қылып ұстап алмайсың? Постоянно, любой жерде. Сен қалай ән айтасың дейді, киім жыртылған Сонда бірақ ол кішкене шығында, каждый раз бір киім жыртып отыру керек та. Бәрі көрін кеп жыртты деген. Қалай болды, жырттым дейсің өзіңді. Жақсы ғой? Жырттағансың. Қалай өлең айттың, киім жыртылғанша айттың? Ана картонмен істегенде жаңа видеодан көріп қалдым, жыртып сол ше. Анан екі жанында екі қыз негізі керек емес ше, ана сәл-сәл-кісе түсіп қалады. Ана екі ровно алып қойып, ейтіп, астым кедеді. Жалпы бір ұқсас индийский ән бар ғой? Иә, бар. Иә. Ол ұқсас па қалай? Ондай ән бар ма не? Бар, бірақ ол өлең оригинал өйтіп атпаған сияқты. Жоқ, ондай емес. Қалай шықты? Мен аккордтар тартып отырдым, студиядамын. Аккордтар тартып, темек тартып өттім деген сияқты қалай айтты? Темек тартып өттім. Жайла балконға шығып аккорд тартып. Бір қолымда аккорд, бір қолымда темек тартып отырмын, короче. Жоқ, гитара тартып отырдым. Бірінші Дарханға айттың, е? Дархан аккорд берші деді. Осы жерде ұрсам дедім. Пата дейді деген. Жоқ, сөйтіп тартып отырдым. Сосын енді мотивтар придумывать еттім, припевтарын придумывать еттім. Сосын енді топ-чарттарды қарайсың ғой, Apple'мен енді изучать етесің ғой, қандай өлең не болып жатыр деп. Сосын сол өлеңді естіген мен индийский деген жер. Қалай? Бірдеңе деп. И сол мен миымда қалып қалған. Сосын сол жерде мен уже полностью жаздым да.
студияға апаратын кезде мына өлең тыңдап жүрмін ғой енді сол осы өлеңге ұқсайды екен ғой деп тауып алдым, бірақ ол сол бриджі ғана сол жері ғана ұқсайды, а қалған припевтары иә деген жері ғана қалғаны ұқсамайды, уайымдамаңыздар. Бридж дегендерді андай бізге түсіндіріп айтып отырсаңыз, бридж деген кезде төртеуміздің көзімізге де мына жерден келіп куплет, бридж, припев содан кейін қазір второй куплет емес, қазір читка болып кетті уже бәрінде жетіп стильдер өзгеріп жатыр. Сен әнді өзің шығарасың ғой? Шығарамын. Музыкасын өзің шығарасың, текстін шығарасың? Өзім шығарамын. Тексті де өзің шығарасың. А қазір байқадың ба, жалпы и-мен ән шығаратындар көп болып кеткен. Жоқ, ол и-мен шығармайсың бәрібір. Көп болып кеткен қазіргі әншілердің арасында. Жоқ, и-мен шығару үшін сен бәрібір оған мотив беру керексің, текст беру керексің. Сосын и просто өзінің битімен дауысын шығарып. Қазір дауысты, тексті да и жазалады. А, құш? Иә. Қандай? Любой. Айтсаңдаршы, не үшін қиналып жүрмін? Не үшін қиналып жүрмін десің? Любой обычный чат GPT-ға осындай ішінде осындай. Чат GPT шығармайды. Чат GPT емес, басқасы. 3 этажды коттеджге. Менде жоқ нәрсе. Любой нәрсе. Мен сосын бір 50 жылдан кейін ба тауып беремін. Жоқ, өзімді көргем чат GPT-ға не шығарады екен деп сұрап, примерно историяны нәрсе шығардым да, и шығарып берді. Сен қайсынан сұрадың? Вообще не в тему, шығарып берді, қазір оқып берейінші. Қазір өсіп берейінші, чат GPT дейміз ғой, гоноға ма сондай ғой, гоноға ма? Өлең текст содан жазып алдың ба? Жоқ, сол комментарийға жазады, чат GPT жаздың ма деген жақтығып ше. Негізі вообще қатты чат GPT-ға кірмеймін да мен. Міне мынандай өлең шығарып берген. Желмен бірге атыңды естим, сағынышым өртейді жанды, сенсіз өтпес күндерді кештім, сен ғана ем іздеген жанды дейді. Жақсы кен? Қайта келші жаным қайырмас деп. Қайта келші жаным қасыма, жүрегімнің ыстық жалыны, бірге күліп бірге жылайық, өшпес үшін сезім жалыны. Екінші куплетін алып сейсі ол? Жөндеп, негізі жөндеуге болады екен, е? Еще мынау астынан жазып, егер қаласаң, мен мұны саған рэпке де, баяу лирикаға да жарайтында етіп, екпін мен пауза белгілерін қойып бере аламын дейді. 1000 теңге жіберсең болды. Жақсы кен? Нанырсын. Негізі дұрыс шығармайды. Өзін сезініп жазған дұрыс қой. Қазір ән жазасың. Сен өзің жазасың ба бейтін? Укулеле қайда? Укулеле. Үйде. Үйде ма? Қайдаласың ба, қолданасың ба? Жоқ, қойып тартам, конечно. Үйде бүйтіп. Үйде 2 укулелем бар. 5 гитарам бар. Қосып бір нормальный гитара істей алмайсың? 5 гитарам бар. 5 гитарам бар? 5 гитарасы. Неге 5 гитараны қосып нормальный бір пианино істей алмайсың? Пианино бар ғой. Бәрі бар. Сен жоқ деп ойлайтын нәрсе. Ол үйде жаңа пост да болуы мүмкін. Каспий терминал бар ғой, яғни үйде да. Тазда айтқанша, жүреміз анда-мында ақша шешіп, осы жерден салып шеше берейік. Пастамат ба, пастамат. Каспий пастамат, терминал бәрі бар. Вообще, не нәрсеге ойланасың өзің отырып жатарда? Мүмкін әлі... Сол жана PUBG ойнап болам ғой, сосын ойланам. Білем, алдына жүгіріп шықпай қою керек, тастың артында отыру керек деген сияқты. Андай глобальный нәрселер ойламайсың ба? Қазақстан болашағы... Күйеуім ойлай берсін, мен не істеймін, миымды ашты. Жақсы екен. Жақсы екен, да? PUBG ой, әйел адамның бірінші тестің 2 баласы бар еще. Ертең балаларың өсіп, сабақ оқымай, PUBG ойнап отса. Қолдайым, бірге ойнайым, менің командаларына қосындар деп. Үйде нешеге келді? 4-ке. 4-ке ол телефон, планшет, ондай жоқ, ондай жоқ. Өткені үйде біреу ғана ма телефон? Дени деген шын аты қандай? Дэннидің шын аты. Даниал. Енді телефон, телевизор қоспауға тырысам. Шама келсе көрсетпеуге. Жаңда коммусулға көп шыға ма? 3 этажды кейден. Қоспай көрсетесің ба? Телевизорларды. Көре бер. Жоқ, ондай. Дэнни не істейді, сонда үйде? Ойлашы, 3 этажды үйде тұрасың. Бірақ дым істеуге болмайды да. Иә, мамаң пабг ойнап отыр жоқ. Папа миллиард ойнап отыр. Папаң миллиард ойнап отыр. істеуге болмайды. Даридің өмір сүруі өте оңай, иә? Күшті? Күшті. Өзін қинамайды. Мотивационный. Кешке PUBG ойнағым келіп тұр, PUBG ойнаймын. 2 баланы тәрбиелейсің, тәрбиелейін, давай. Күйеуімге келеді, күйеуімнің көңілін бар өмірді қиындатты, иә? Ризашылығын алайын деген Дархан сол үшін ұрсады ғой. Сен проблеманы проблема көрмейсің.
түсінші дейді ғой жарайды енді істейді қоя саламыз дейді сатып алсасын ақша таба саласың не болып жатыр қиын ба сөйтіп жүремін да соған жынданады ол жеңіл қабылдайсың ба проблемаларды? иә жоқ, вообще проблема ма? қабылдамаймын Даже қабылдамайсың? қабылдамаймын қабылдамай сразу дарханға беріп жібереді білмеймін енді үйдің кенжесі болғаннан кейін ешқашан ондай нәрселерді ойламағам ғой мен үшін всегда отбасым шешетін ал қазір бірдеңе болса дархан шешеді осындай дархан сияқты біреуді ұстап алу керек қой сөйтіп өз миын ашты сол бір мынандай нәрсе мынандайға глобально ойланып мынаны қазір бүйтсек ертең 10 жылдан кейін мынау былай болады ғой деп сөйтіп ойлап жүреді да ол 10 жылда ойлана ма? 10 жылда ол ойлайтын 20 жылда ойлап тастаған шығар уже Жақсы, хорошо. Дархан, уверен ба ол жетеді? білмеймін өзі бір вселенныймен сөйлесе ма бірдеңесі бар өзі сондай Так. масон ба? Осы Масон болып шықса. жерде жайлап қолға жере қойды ол да. 10 жылға алдын ойлану деген. иә солай ойланады ертең кейін не болатынын білмей жатасың ғой кейде бүйтіп Мысалы үшін жатарда жайлап келеді сияқты ертеңгі күнді ойлап бастаймын ғой. Так, таңертең 9-да тұрамын, ана 10-ға дейін ананы істеп тастаймын, 12-де бүйтемін, 3-ге дейін бүйтемін да, сөйтіп 4-те бүйтемін деп жатқан кезде 4-те оянатасың ғой. Бәрі пландағаның жоқ, кеше жайдан жай пландадым 2 сағат бойы. иә ол маған көп сөйлейді мотивация береді изучайте мынаны бүйт мынаны қара ертеңді ойла болашағыңды ойла қазақстандағы әрбір азаматтың өмірі Дарья сияқты болсын деп тілейміз проблема жоқ проблемасын біреу шешіп жүретін да кайфы Бірақ бұл жартысы проблема шешетін де адамдар болу керек. Бәріміз проблема бір адамға қазір уақыт жоқ брат негізі ондай. Үйдің проблемасын шешетін шығарсың енді үйдің бәрін нелердің проблемаларын. Тамақ. тамақтың жоқ енді олар енді Проблема емес та. Енді маған проблема. Енді маған проблема. Саған ғана ол өзің проблемаң ғой. Ондай болмайды. Өзін шешіп ал. білмеймін мен үшін даже жер сілкінісі болып жатқанда мен вообще уайымдамадым иә ол жердің проблемасы дедің ба жоқ енді ойладым болды өлейін деп Ол жатырмын ба Алматының болды проблемасы. жазым өлсек өле берейік жарайды осы өміріме шүкір дедім да жата бердім болды шкафтар ашылып жатыр мен жатып алырмын машинамен тиісіп қалсаң бұл машинаның проблемасы дальше жоқ машинамен соғып қалсаң несі проблема ол мысалы айтыңдаршы машинаның проблемасы соғудың жарайды біреуге несі проблема Үйде 15 Страховканың жатыр. проблемасы. Жоқ, тұра тұр, Дархан уайымдайтындай бар екен. Жер сілкініп жатса бәрі сілкініп айтып қалай деймін басып кетеді ғой деп жата берсең ше. Ол басып жатқан кезде неприятный стеналар үстіңе құлап жатса жаман ауырады ғой. Проблема емес те. Просто сіздің үйлер просто тек қана шкафтар ашылған шығар. Біздің үйде люстралар құлады. бізде люстра жоқ қой Бізде стена да сондай. Мынандай біздің Лешамыз ғой. рахмет Біздің маған Лешамыз. бөліп сендерге ұйықтап керек жігіттер соны айтпай бір нәрсе ғой енді жаңағыдай көп болмайтын нәрсені проблема қылып жүретіндерге кішкене не шығар түсінікті болған шығар сабақ шығар любой нәрсені проблема қылмай одан да ауыр нәрселерді қабылдамай айтқан адамдар бар арамызда жер сілкініп жатса да спокойно билеп жүрген ба бүйтіп Дарья өзің қорытындылап бір күшті совет айтып жіберсең ұйықтайын деп жатқан Барлығы кісілерге сізге қалдырдық. жатарда сүйіп жатыңдар ол обязательно Дарья жалпы бүгінгі біздің бағдарламаның басты демеушісі бар жаңа пост деген сол жалпы жаңа пост деген таныстырып өтейін білмейтін адамдар болса Қытайдан кез келген товар тапсырыс береміз десеңіздер тез әрі прям качественно болып жеткізіп беретін жаңа пост және де біздің демеушіміздің атынан мына жерде жаңа посттың атынан Қытайдан ең көп заказ берілетін заттар бар мына жерде соның ішінен біреуін таңдап алсаң болады өзіңе сыйлық ретінде мен резинканы аламын келесі кездескенше Аман сау болыңыздар. өлең кету керек қайырлы түн ну не вообще не зарядка зарядка сондай ма Ондай